Сәлем достар, бүгін біз сендіздермен осындай жұмсақ әрі дәмді блинчиктер жасайтын боламыз. Бізге осындай заттар керек болады. Құрамын описанияға жазып қоямын. Алдымен біз жұмыртқамызды жарып аламыз. Содан кейін венчикпен әдемілеп араластырып аламыз. Оның артынан сары майымызды құямыз. Оның артынан өзіміздің сүтімізді құйып, тағы да бір араластырып аламыз. Одан кейін ұн мен тұзымызды бір-біріне қосып араластырып дайындап аламыз. Одан кейін біз өзіміздің жаңағы сұйық қоспамызға осы ұнымыз бен тұзымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Менің қоспам осындай болып дайын болды. Енді біз табамызды қыздырып алып, кейін үстіне сәл ғана май жағып аламыз. Одан кейін қоспамызды алып, осындай шөміш аламын. Осындай. Кейін қызғанын күтеміз. Қызғаннан кейін біз табамызды алып, үстіне жаңағы шөмішпен құйып, бірден жан-жаққа жаямыз. Осы жаңағы сұйық қоспамызды. Біздің осындай жаңағы блинчигіміздің асты қоңыр болды. Енді аламыз. Біріншісінде біздің блинчиктер дұрыс шықпауы мүмкін. Мысалы, менде жыртылып кетті, қараңыздар. Бірақ ештеңе қылмайды. Жалғастырып жасай берсеңіздер, керемет нәтижеге жетесіздер. Енді біз дайын болған блинчигімізді тәрелкемізге салып, келесісін дайындай береміз. Міне екіншісі, осыны толық жалғыз жаямыз. Сәл уақыттан кейін біздің блинчигіміз дайын болып қалды. Енді біз осының шетінен алып, ары қарай төңкереміз. Біздің екінші блинчигіміз біріншісіне қарағанда жақсы болып шыққан. Енді біз үшіншісін жасайық. Тағы да осылай құйып алып күтемін. Бұны енді аударамыз. Бұны уже үшіншісі дұрыс шыққан. Дәл осылай енді қалғандарын жалғастыра беретін боламыз.
осындай жұмсақ әрі дәмді блинчиктеріміз дайын болды. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп комментария жазып кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Амангелді Нұрсыйла.